Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен миома, киста, эрозия, шейка матка, даже екі тұрбан бітіп қалған деген келіншектерге дәл осы тұнбаны дайындап көрсетейін деп жатырмын. Қараңыздар, бірақ пиязбен бір ай бойы осыны ішіңіздер, қандай өзгеріс болады, маған рахмет айтасыздар. Пиязды дәл осылай жуып аласыздар. Жақсылап жуып алғаннан кейін бұны тақтайдың үстіне қойып, удармен бір ұрасыздар, ұрғаныңыздан кейін ол осылай ашылады. Бұған мысалға айтасыздар ғой, ойбай, пышақ тигізсе болмай ма? Пышақ тигізіп ашсаң да болады ғой, соны қасық тигізіп ашпайсың ба? Жоқ, кешіріп қоясыздар. Бұған ешқандай да темір тигізбеу керек қайнаған кезінде. Даже қайнап тұрған кезінде де ешқандай пышақ темір тимеу керек. Пластмасс, илажы болса пластмасс ножкамен аударып тұру керек. Бұны жоғары газбен 10 минут қайнатамыз. Астына газды төмендетпейміз. Сразу уже дайын болғаннан кейін, 10 минуттан кейін сразу өшіреміз. Қараңыздар, ортасы ашылғаннан кейін осылай сап-сары су болып шығады. Бұл үшін негізі қайнатпа сорпаға пияз саламыз ғой, тура сондай дәм береді, сондай дәмді болады, айта алмаймын. Иісі да зор, керемет. Мен осыны 5-6 келіншекке істеп көрсеттім. Ары қарай бір ай өздерің шеберіңдер. Результат жақсы. Көп келіншектер көтеріп кеттім дейді. Сосын миомам жақсы болды. Эрозиям кәдімгідей гормональный нарушение еді. Менде етеккірім келмейтін еді. Содан соң жақсы пайда берді деп жатады. Негізі бұрындары апаларымыз босанып келген келіншектерге дәл осылай пиязды қайнатып берген. Ары етеккір полный іштегі қатып қалған қандардың барлығы түседі. Қараңыздар, иісі деген керемет. Менің өзіме ұнайды. Ыстықтай қылып ішсеңіздер, гормональный нарушение деген вообще жөнге келеді ғой. Зор болады. Ал қыздар, ем болсын. Сосын жаңағы пиязды тастамаймыз, ешқандай да тастамаймыз. Бұның 4 қабатыны аршып аламыз. Жақсылап тұрып 4 қабатыны аршып алғаннан кейін жұмыртқадай ішінде несіні қалады, қараңыздар, Бұның пияздың жартысыны бұған беймарал мұны ойбай, неғып пышақ тигізіп атсыңдар дейсіздер ғой, бәріп айтасыздар сіздер. Міне. Бұл жағына іш жағы пісіп кетпеген. Бұған беймарал пияз тигізе берсек болады. Пісіп кетпеген, кәдімгі қырс етіп туралып тұр ғой. Кейін қараңыздар, осыны жартысын турадық, майдалап. Сосын бұған жарты қасық бал қосамыз. Илажы болса, таза бал болғаны жақсы. Магазиндегі болмайды. Сосын жақсылап еземіз бұны. Бұны не істейін деп жатырмын мен, білесіздер ме? Бұны тампон қылып істейміз. Жақсылап тұрып, дәрет алып аламыз. Сосын тампон қылып қоямыз. Қараңыздар, қалай дайындаймыз. Таза, илажы болса, бинттеріңізде стерильный болу керек. Мен әдейі сіздерге көріну үшін тақтайдың үстіне таза рулон пакеттен алып қойып жатырмын. Таза стерильный бинт. Сосын жаңағы біз дайындағанымыздан кішкентай қасықпен бір қасық қоясыздар. Мен қолыммен істеп жатырмын, өзіме болғандан кейін. Сосын бұны қыздар айтайын. Кешке тампон қойып ұйықтап қалу жоқ. Бір сағаттан кейін тампонды ары қарай алып тастайсыздар. Эрозия, миома, киста болса, ары қарай қанды жақсы түсіреді. Эрозия білесіздер ғой, кәдімгідей бұл жара сияқты болып тұрады. Соны кәдімгідей эрозияның қабығы ашылып, бері қарай түседі. Мен өзім істеп көргенден кейін сіздерге айтып жатырмын. Қыздар, мен көп бұны келіншектерге көп айтқанмын. О келіншектер де рахметін айтқан. Ал қыздар, ем болсын.